Бүгін мен Кенесары хан туралы бір-екі ауыз сөз айтқым келіп отыр. Өйткені бұл өте өзекті тақырып. Қазіргі тарихтан қайтадан қаралып жатқанда Кенесары секілді ұлтымыздың батырын жақсы сипаттап жаза беруіміз керек. Ол біздің ұлттық батыр ғой, Кенесары. Сол кезде жағдайға, қалыптасқан жағдайға қарамай, өзінің басын бәйгеге тігіп, өлімге кетті ғой. Енді 1837-47 жылдағы азаттық қозғалысында, о заманда Николай I патша билеген Россия империясын жеңу мүмкін емес болатын. Ол кезде Осман империясы жеңіліп жатқан орыс армиясынан. Ал Кенесары өзі ең көп қозғалысқа жинаған қолы 20 мың. Әйтпесе былай 5-6 мыңнан асқан жоқ оның қолы. Және қару-жарақ жағынан өте тапшы болды. Кейбір мысалы Кавказ халықтарында Имам Шамиль 30 жылдай соғыс жүргізді. 40 жылдай ма соғыс жүргізді. Оның ар жағында Түркия, таудың ар жағында жақын болды. Түркиядан мылтықтарды келді, бәрі келді, оқ неше түрлі түгел толды. Және жерлері таулы жерлер болды. Таулы жерлерде соғысу, мына біздің Кенталада соғысуға қарағанда өте жеңілдеу болды. Онда партизандық соғыс жақсы өрістеді Кавказда. Ал бізде Кендала ол жазық соғысқа айналған. Бұрынғы бабаларымыз әлгі Шыңғыс хан заманында, одан бұрын көк түріктер заманында біздің бабаларымыз ешкімге дес бермеді ғой. Ол кезде енді біздің садақты әскерлеріміз, атты әскеріміз түгел атты әскер, түгел жауынгер, туа біткен түгел жауынгер болды. Кішкентай кезден балалар атқа мініп үйренді, садақ атып үйренді. Және біздің садақтарымыздың оқтары алысқа ұшты. Және жан-жағындағы елдерді біз жеңіп отырдық. Оған әлгі көк түріктердің Византияға дейін жаулап алғаны, Еділ ханның Аттиланың Францияға дейін барғаны, Бату хан жорықтары, Шыңғыс хан жорықтары куә. Ал Кенесарының заманында 1837-47 жылдары қазақ хандығы құлаған кез, ақырғы Уәли хан орта жүздегі ол қайтыс болғаннан кейін 19 жылы қайтыс болады, 1819 жылы. 1822 жылы Батыс Сібір генерал-губернатор Спиранскийдің жарғысымен қазақ хандығы жойылады ақырғы. Содан бастап сұлтандар ғана қалады, аға сұлтандар. Сонда Қасым ханның ұлдары Абылай ханның ұлы ғой, Қасым ханның ұлы Кенесары, Наурызбай, солар патша үкіметіне бағынбаймыз деп көтеріліс ашады. Бұрынғы Абылай хан заманын қайтарамыз, Россиямен достық қарым-қатынаста отырамыз, бейбіт қарым-қатынас боламыз, бірақ біз бас бостандығымыздан айырылмаймыз деген секілді. Оған орыс үкіметі келіскен жоқ. Ал енді сол 10 жылға созылған қорытынды соғыс енді әрине жеңіліспен аяқталды. Бұны қазір тарихшылар жан-жақты зерттеп жатыр. Бірақ зерттегенде енді ақиқатпен зерттеу керек. Енді бір жақты Кенесары батыр дұрыс деді, ол енді қырғындаған басқа ауылдар, анда қырғыздар түгел не болды, жау болды, анау деп керек жоқ енді. Тарих зерттегенде өзі тарихтың деңгейі бар ғой зерттеген. Қазір оны тарихшылар да көп түсінбейді. Ең негізгі деңгей әлеуметтік экономикалық құрылыс. Ол бәрін ұстап тұрған, қоғамды ұстап тұрған негізгі фундамент, қабырға түгелдей. Ал екінші деңгей, оның үстіндегі деңгей, ол мәдени түр, тарихи мәдени түр дейді. Культура, цивилизация. Ол да енді оны ескеру керек, біріңгі қосып. Одан кейін үшінші ең үстінде тұрған, ол әлгі саяси жүйе, саяси билік жүйесі. Көбі саяси билік жүйесін зерттейді, содан хандардың тарихы болып кетеді түгелдей. Бәрі мына хан жақсы, мына хан жаман, Әбілхайыр жаман, Россияға қосылды, Абылай жақсы, тәуелсіз саясат жүргізіп. Бәрін объективті түсіну керек. Енді Кенесары батырымыз ол қайтадан хандық билікті алып келгісі келді. Монархия, хандық билік, монархия. Көшпелі өмірді сақтағысы келді, көшпелі өмірді. Бірақ та ол заманда уже көшпелі өмір прогрессивтік өзінің ролінен қалған болатын. Көшпелі өмір тұрмыс салты артта қала бастады. Алдыңғы Европа халықтар түгелдей озып кетті. Медицина дамыды, ғылым дамыды. Отырықшылық заводтар салынды, фабрикалар салынды. Қару-жарақ күшейді. А бізде ондай түк болған жоқ. Сондықтан қайта қайтару дегеніміз ол заманда, көшпелі қайта заманда, бұл енді прогресс емес, регресс.
реакция. Оны да айтуымыз керек. Одан кейін ана мәдени түр жағынан енді қазақтың мәдениетін сақтап қалам деді, дінін сақтап қалам деді, тілі сақтап қалам деді. Бұл жағынан прогрессивті көзқарас Кенесары Қасымұлынікі. Сондықтан да оның екі жақты түрінде. Бірақ ең бастысы ешкім шек келтірмейтін нәрсе, Кенесары ханымыз өте қаһарман, өте жауынгер, дүние жүзінде енді теңдесі жоқ ерлік жасады. 1838 жылдың 5 тамызында дейді, кейде 25 тамызында дейді, 7 тамызында дейді, тарихшылар әртүрлі айтады датаны. Ен далада, жазық далада Ақмола бекінісін алып өртеп кетеді. Ақмола бекінісінде зеңбірекпен қаруланған, мылтықпен қаруланған солдаттар болады. Соған қарамай Ақмола бекінісін бұзып жарып кіріп, бәрін қырып жойып, талқандап, күл паршасын шығып өртеп кетеді. Бұл енді тарихта анда-санда кездесетін оқиға. Мылтыққа қарсы, зеңбірекке қарсы шабу деген. Соған енді өзім бұны бала кезден тарихты жақсы көрдім де, соны бұрын істеп жүрген 2005 жылдан бастап өзім бір тарихи оқиғалар, қиссалар шығаратынмын. Қисса деген әңгіме деген сөз арабшадан алғанда өлеңмен айтылатын әңгіме. Сол енді Кенесары екпіні деген бір әңгімемді, қиссамды оқып берейін сіздерге, айтып берейін. Хан Кене батырлардан қол жинапты, керуен тонап, патша әскерін көп қинапты. Ақыры Ақмоланы талқандауға сарбаз әкеп қамалды, қоршап апты. Патша әскері қарайды айналаға, көп сарбазды көрмепті бұл далада. Наурызбай шыдай алмай қол сермейді, өз жасағын бастап осы қамалға. Зеңбіректер гүрсілдеп оқ жаудырды, әр жерде бір ұра-жыра қалдырды. От қарулы бекіністі алмай, Наурызбайдың тау тасқа шағылды. Кенесары күлімсірейді, қашпа деп, ағасы бардың жағасы бар, саспа деп, от жебен дайындандар көп деп, қамалды біз аламыз өртеп. Старшина тұрды қамал үстінде, дүрбісінен көзін алмай үнілі. Аға сұлтан жанында тұр, аға сұлтан опасыз, не істерін білмей жанынан түніле. Ұран салған алаш қолы көрінді, оқ атылса аралары сөгілді, зеңбіректер оқ кетті лағып, сарбаздардан бірен саран ғана өлді. Екі жақтан қатты атыс басталады, неше түрлі боқтық сөздер тасталады. Бір кезде арттан шықты қатты айғай, қамал үшін түтін басты өрт жайлай. Жаудың күші екіге бөлінеді, кейбіреуге өлім жақын көрінеді. Старшина өртке кетті айғайлап, аға сұлтан қамалда жүр уайымдап. Осы кезде қақпаға бір қыз шапты, батырлар аң-таң қалып тұрып қапты. Бір сәттен соң барлығы да серпіліп, жан-жақтан бекініске анталапты. Қақпаны быт-шыт қылды кілем батыр, солдаттар әр жерде бір өліп жатыр. Патша әскері қаланы бермек болды, Кенесары қолына жеңіс қонды. Аға сұлтан қашып кетті жанын бағып, старшина аттан құлайды шандық қауып. Жүргенде айғай салып атын іздеп, Наурызбай алады екен басын шауып. Бір күні міне осындай болды ғажап, патша әскері сахараға болды мазақ. Зеңбірекке найзамен қарсы шапқан, не деген батыр еді біздің қазақ. Міне осы сөздермен өзім бүгінгі тақырыбымды аяқтайын.